алқаш балық аулап отырады ғой. Балық аулап отырып, алтын балық ұстап алады. Алтын балық тұрады айтады: братан, любой бір арманыңды орындаймын, пожалуйста, жіберші мен дейді ғой. Болды. Менің арманым кіші дәретке барған кезде, шаптырған кезде арақ шықсын дейді ғой. Алқаш қой. Үйіне барады, досына звондайды: кел, короче, арақ ішеміз. Досы зытып келеді. Шаптырып жібереді, арақ ішеді, шаптырып жібереді, арақ ішеді, арақ бітіп қалады, шаптырып жібереді, ішіп алады. Шаптырып отқан мас болып қалады ғой. Сөйтті, мен ұйықтап алайын деп жатады, короче, бүйтіпші. Ал екінші досына недогон болып тұр да, ішкісі келіп, қолқына үзіліп тұр да жаңағының. Сөйтіп қасына келіп стаканмен: брат, бір шаптырып жіберші, құйып берші дейді ғой жаңағы. Сөйтсе анау ұйықтап отыр: брат, сгарла іше берші деп айтады. Бір мужикші пиво ішуге, короче, пивнушкаға кіреді ғой. Сөйтеді, барный стойкаға отырып қалса, кружканың ішінде, прикинь, долларлар пристеліп тұр да. И ана мужик барменге: братан, не үшін мынау долларлар, не үшін тұр дейді. Бізде, короче, пиво ішетіндерге осындай ойын ашқанбыз, короче. 3 задача қоямыз, орындаса, мынау ақшаны кружкасымен бірге алып кетеді. И анау қандай задача дейді. Бірінші задача, короче, тоқтамай сгарла текиланы бітіресің дейді, бір бутылкасын. Екінші задача, ана итті көрдің ба дейді, питбульді, соның бір тісін жұласың дейді. Ал үшінші задача, анау голубойды көрдің ба, сонымен бірге жыныстық қатынасқа түсесің дейді ғой. И анау ар ойланады, бер ойланады, қысылып тұр, ақша керек, короче. Келсем дейді ғой, сгарла бітіреді, короче, текиланы. Комнатаға кіріп кетеді ғой, кәнейт дейді да, питбульганы деп. Атыр-потыр төбелес, іші шайқас, люстра қозғал, бір уақытта қан болып шығып келатыр дейді, короче. Ал енді ана голубойдың тісін жылу керек па деп айтады дейді. Түсінбедім, брат. Шатасып питбульді. Алтын балық отпускке шығайын деп атады ғой. Сөйтеді да, анаған барады, короче, орныма қал деп, мынаған барады, ешқайсысы келіспейді, отказын. И бір уақытта қарайды, судың жағасында крокодил жатыр да. Крокодилге барады: краке, короче, давай менің жұмысымды алып қалшы, бір ай мен демалып қайтайын. Қалай сонда дейді крокодил. Адамдар келеді, армандарын орындайсың, болды дейді. И крокодил келіседі, короче. Бір айдан кейін алтын балық келеді ғой отпусктан. Крокодил, краке, что там, қалай дейді. Смело армандар орындап жатырмын дейді. Қалай орындадың? Кеше бір жігіт келген, менің мүшемді жерге дейін, жерге тиіп тұратындай ұзын қылып берші деп айтты дейді. Не істедің десе, орындап бердім деп айтады дейді. Қалай сонда десе, екі аяғын жек қойдың деп айтты. Жаратын бір анекдот айтшы. Жаратын ба? Короче, голубойлар туралы анекдот қой, короче. Екі голубой, короче, өзара келісіп алған ғой. Давай, короче, презерватив алатын кезде, короче, машинаның аттарымен атайық деген ғой, короче. И екеуі, короче, аптекаға кіреді, короче, ана бірінші голубой, екінші голубой айтады ғой. Мына мустанг бола ма дейді ғой. Сөйтсе анау, короче, мустанг болмайды, одан иш шығады дейді ғой, короче. А мынау шы ауди ТТ бола ма дейді ғой. Ол жыртылып кетеді, тез жыртылады ол дейді ғой, короче. Сөйтсе ана сатушы аптекадағы түсініп қойған ғой, короче. Уазик ала бермейсіңдер ма деген ғой. Сөйтсе анау голубойлар: не үшін десе, ади қой, боқпен айдайсың да. Мужик бүйтіп келеді ғой, здоровый да, бірақ күлген. Сәйкес келмейді. Басылып кетті ғой. Басылып кетті. Өсе айыршы табай. Нормально шутка. Ешкім естімеген. Короче, не ғой? Бір қыз остановкада тұрған ғой. И қарап тұрса, бір ата келатыр дейді да, қиналып келатыр дейді да. Екі қолында екі пакет жұмыртқа. Шал, қиналып келатыр. Сөйтіп, ана қыз тұрғанда енді ораза кезі кішкене бір сауап жинайын деп айтқан ғой жаңа атаға. Ата, беріңіз жұмыртқаңызды сай тұрайын десе, ата айтады дейді: қой айналайын, қытығым келеді деп. Бір екі жезөкше жұмысқа кірген ғой, саунағаш. Сөйтіп, администратордан сұрапты: апай, бізге енді
мынау жезекші болып жұмысқа кірдік, пенсионка жүре ма деген ғой. Сөйтсе, тыңда, как қызық болады тыңда. Сөйтсе, анау администратор айтады дейді, может сендерге, может, ақшаларыңды через Халықбанк береміз карточканы. В эту ночь сияй ярче звезд. Осы анекдот айтшы, осы анекдот. Басқа анекдот. Короче, бір мужик та, бір мужик саунаға барған ғой. Саунаға барып айтады дейді. Тыңда. Саунаға барып, маған ең арзан жезекші берші деген ғой. Сөйтсе бір тақтай беріп, тесігі бар. Келесі күні барған ғой. Келесі күні барса, тағы да тесігі бар, тақтай берді. Үшінші күн барса, тақтай берді, бірақ тесігі жоқ та. Ей, мынаның тесігі қайда десе? Администратор айтады дейді саунаның. Постоянный клиенттерге девственница біз дейді. В эту ночь сияй ярче звезд луна. Короче, не, анекдот қой. Давай. Тараздың бір жігітін Астанада милициялар ұстаған ғой. Милициялар ұстап, сөйтіп айтқан ғой, ей, сен пропискаң бар ма деген ғой. Сөйтсе, Тараздың жігіт айтады дейді. Про жоқ, пискам бар деп айтады дейді. Осы ма анекдот? Иә? Бля. Өтпейді ғой мынау не? Қаяға жігіттер? Кончен анекдот. Темекі қалды. Ей, нормально ғой негізі. Беспонтово просто мынаяқтағы есік ашылмайды. В эту ночь сияй ярче. Короче, шегі баған мужик қой, короче, монет қаты баған мужик, короче, площадьта кетіп баратқан ғой. Площадьта кетіп баратса, короче, алдынан ат шауып келе жатыр дейді, короче. И ана мужик тұрғанда ойлаған ғой, так, мен шегі бағам, содан кейін ау ат көрініп тұрған шығар, площадьта ат қайдан жүр деп жаңа. И прикинь, ат мыңмен келіп қағып кетеді ғой мужикті. Прикинь, қан болып тұрып келеді, атта қараса самолет, прикинь. И анау ойланып тұрып, мен шегі бағам, сол көзіме көрініп отқан шығар самолет деп. Енді ойланып атса, самолет қағып кетеді ғой, прикинь, мужикті. Тоже қан болып тұрып келе жатыр дейді, қарақ баса, ракета ұшып келе жатқан ғой, прикинь. Ұшып келе жатыр дейді, ракета. Мына ракета өтірік деп өз-өзін успокаивать етіп жатқан ғой, прикинь, ракета қағып кетеді ғой, ананыш. Атып енді қан болып тұрып келе жатса, бір мужик, долбоеб, карусельдерден ары тұрсайшы деп айтады. В эту ночь сияй. Короче, әйелі мен күйеуі келісіп алған ғой. Жақындасатын кезде, кодовый сөздеріміз болады, жақындасатын кезде, тұз қарға деген ол конкретно хочу деген сөз. Ал алты қарға желание жоқ деген сөз, короче. И әйелі посуда жуып атады. Технично күйеуі жақындайды. Тұз қарға дейді, короче. Әйелі тұрады. Алты қарға. И бір-екі сағаттан тағы жақындайды. Тұз қарға десе, жоқ алты қарға. И кешке жақын телевизор көріп отса, жаймен күйеуі жақындайды ғой. Тұз қарға дейді ғой. Болмайды, алты қарға, короче. И күйеуінің қаны ішілетті, короче. Қойшы деп комнатасына барып жатып алады ғой. И әйел жақындап, жаймен келіп, тұз қарға дейді ғой. Болды, алты қарға, тұнбаты желание жоқ дейді ғой. И әйел тұрады, короче, технично күйеуінің бір жерін ұстайды ғой. Мынауың тұз қарға болып тұр ғой дейді ғой. Сөйтсе, күйеуі тұрып, карта қарауға болмайды дейді. В эту ночь сияй. Екі класстас 20 жылдан кейін жолыққан ғой. 20 жылдан кейін жолығып ана бір-бірін айтады дейді да. Брат, жүрші үйге, жүрші күтем, от души кайфанем, татала бір отырайықшы, от души отырайықшы. И жүр дейді, үйіне барады, короче, ішеді, жейді, плотно кайфуша, короче. И ұйықтайтын уақыт келеді, бірақ комнатада тұрады екен да жаңағы. Жататын жер жоқ та, сөйтіп анау айтады, әйелім екеуміз жатамыз, біздің шетімізге жата сал дейді ғой, короче. Ұйықтайды, короче. Сөйтеді да, ұйқысын қандырып, азанда тұрып, шай ішіп отырады ғой. Сөйтсе анау класстасы айтады дейді біріншісі екіншісіне. Брат, ят болса да айтайын мен. Сенің қатының адам емес екен дейді ғой. Кәдімгі оңбаған екен қатының дейді ғой. Не болды десе? Түнімен ана жеріміз тап шықты дейді да, короче. Сөйтсе ана класстасы айтады дейді. Ол мен қостап жатқан на всякий случай деп айтады.